Бүгін біз Атырау жастары болып, сан қырлы, сырға толы Сарайшық қалашығына келіп отырмыз. Бүгін мен өзім таныс болған сіздерге Секер көлі туралы аңызды айтып беретін боламын. Әз Жәнібек ханның жалғыз қызы болады, көп ұлы және жалғыз қызы болады. Сол қызын қатты жақсы көргендіктен оған арнайы жасанды көл жасатады. Сол жерге және де қызына алтын қайық жасатып береді. Одан кейін сол көлге аққулар келіп қонады. Аққулар енді кетпесін деген мақсатта қапшықтап секер төгетін болған. Осы жерге және де қарапайым халық қыздың, Сара атты қыздың сұлулығына тамсану үшін келеді екен. Және Сара өте қарапайым болады. Оның қасына өзін халықтарды отырғызып, қарапайым халықпен осы қайығында, алтын қайығында осылай көлде қыдыратын болған. Және де 15 жасқа келген кезде көз тиді ме, әлде бір басқа бір нәрсе болды ма, белгісіз себептермен 15 жасында дүниеден өтеді. Және де негізі бір 30 күндей ұстаймын деп айтады да, дегенмен де сол күні түнде өзінің алтын жасауларын қосып, алтын қайығын қосып, алтын табытқа қызын жасырады да, одан кейін жасырын түрде қасындағы жандарға айтып, бір өздері осындай көметін жандарды шақырып, жасырын түрде болсын, бәрі сіздерге ат басындай алтын берем деп уәде етіп, оларды сол күні жасырын түрде осы қызын бір жерге апарып көмеді. Оны өзі де білмейді, және де ешкім білмесін деп айтады. Одан кейін жаңағы кісілер сол Сараны бір жерге көмеді, одан кейін үстінен бірнеше ат өткізеді, түнімен жылқы бастырады да, ешқандай білдіртпей, қайттан келген кезде хан алдарынан уәзірлерді жіберіп, сол жаңағы көмген жандарды бастарын шауып өлтіріп тастайды. Яғни бұл жерде осы Сараның қай жерге көмгенін қазіргі күнге дейін белгісіз, әлі табылмады. Және осы аңыз маған өте қызықты болып көрінді. Барлық Атырау жастарын және де барлық Атырау қонақтарында осы Сарайшық мекеніне келуді шақырамын.